Знаете ли вы, что на месте урочища Бозжыра было расположено дно древнего океана Тетис? Ну давайте по порядку. Сегодня мы исследуем древнейшие мечети, прикоснемся к местам, которым сотни миллионов лет, увидим месторождение черного золота и наконец-таки поймем, настолько ли вкусный этот местный фиш-бармак. Баршаңызға сәлем! Біз Ақтаудамыз! Ақтау Қазақстанның батысында, Каспий теңізі жағасында орналасқан ерекше қала. Бүгінде ол маңызды порт, мұнай газ саласының орталығы және еліміздегі ең өзгеше қалалардың бірі ретінде танымал. Мы специально приехали сюда, чтобы показать вам, насколько этот город богат своей историей, природой и красивыми горизонтами Каспия. Бұл қазір жай ғана бұрынғы кеңестік өнеркәсіптік қала емес, Каспий жағасында қарқынды дамып келе жатқан заманауи орталық. Ну так, с чего же начнем наше мини-путешествие? Жүр, бірден маякқа барайық. Сол жерде өмір сүріп жатқан адамдардың өмірін көргім келіп тұр. Ну тогда поехали! Кеттік. На берегу Каспийского моря и прямо позади нас обычная советская десятиэтажка. Однако посмотрите на ее крышу. Да, это не антенна и не реклама. Это настоящий действующий маяк меловой. Представляете, люди живут в квартирах, а над их головами навигационный огонь, который видят корабли в море. Слушай, а у меня вопрос. Почему его построили именно здесь? Білесің бе, бұл жердің тарихы өте қарапайым. 1974 жылы кеңестік инженерлер жас Шевченко қаласын салады. А ол біздің қазіргі Ақтау қаласы. Сол кезде оларға шамшырақ қажет болады, ал осы меловой мүйісі тамаша орындардың бірі болған. Сол кезде бір адам ойлап табады, егер де осы шамшырақты осы тұрғын үйдің төбесіне қоюға болса, бөлек мұнараның салудың қажет не? Логично. Иә? Нәтижесінде теңіз деңгейінен 73 метр, оның үстіне мұнараның өзі 10 метр, ойлап қараш. Вау! Слушай, это серьезно даже до того времени. Иә. Маяк меловой – это история про советскую смекалку, про море и город, который вырос посреди пустыни. Если будете в Ақтау, обязательно загляните в 4-й микрорайон, дом 9 и сфоткайте. Такого больше нигде нет. Ақтау стоит прямо над древним морским дном. Всего в нескольких километрах огромные природные карьеры, где порода буквально состоит из спрессованных моллюсков и кораллов, оставшихся от древнего океана. Ее пилят прямо блоками, как кирпичи, и из них строят дома. Интересно, что ракушечник, хоть и легкий, но очень прочный. Он держит тепло зимой и прохладу летом. Идеально подходит под суровый климат Мангостау. И что приятно, его естественный, мягкий бежевый цвет. Тут практически в каждом доме есть кусочек древнего мира, буквально. Вот вы смотрите на стены, и вы можете увидеть отпечатки ракушек. Вы представляете, живете в 21 веке, а за вашей штукатуркой история древнего моря, которому сотни миллионов лет. Вот это я называю вечный ремонт. Біз қазір қалада серуендеп жүрміз. Ақтау қаласының атмосферасы басқа қалаларға қарағанда өзгеше екен. Және де бұл қаланың адамдары кәдімгідей еңбекқор екені сезіледі. Күні бойы жұмыс жасайды, ал кешке қарай жағалауда серуендейді. Представьте, вы сидите на краю города Ақтау. С одной стороны цивилизация, а с другой стороны бескрайние воды Каспийского моря, уходящие за горизонт. И именно здесь начинается самое необычное место страны – скальная тропа. Жартасты соқпақ Ақтау қаласындағы теңіз жағалауы мен қала кеңістігі үйлескен ерекше серуен жолы. Мұнда Каспий теңізінің әдемі көріністері ашылады. Теңіздің салқын самалы сезіледі. Қала ішінде жүрсеңіз де табиғатқа жақындық сезімі жоғалмайды.
Бұл жерде бәрі ұсақ түйегіне дейін ойластырылған. Ондаған бақылау алаңдары, орындықтар, тыныш бұрыштар. Білесіздер ме, бүгін ауа райы салқын болғанымен бұл жердің атмосферасы бөлек. Тіпті мен өзімді Стамбул қаласында жүргенде сезініп тұрмын. Ең басты бұл жердегі еркіндік. Кәдімгі өзімді еркін сезініп тұрмын. Қала тіпті алыста қалып қойғандай әсер береді. Міне нағыз шетел, міне нағыз сұлулық. Құрметті көрермендер, міндетті түрде еліміздің осындай сұлулықтарын келіп көріңіздер. Күн Каспий көкжиегінің ар жағында батқанда соқпақ жанданады. Жартастарда жүздеген шам жанады, қарапайым серуен нағыз жарық шоуына айналады. Әділмен қарым ашып кетті. Кетік тамақтанайықшы. О, да, я тоже очень проголодался. Но хочется чего-то интересного. Да, что-то необычное попробовать. Есіме түсті. Бұл жерде танымал фиш-бармақ әзірлейді. Соған барайық. Точно, я тоже о нем слышал. Давай, попробуем. Кеттік. Погнали. Бір елі жетпей төбеге, іште көбелек, сырын кім білет сенің басқа. Біз қазір Ақтау қаласындағы ұлттық тағамдар ұсынатын ең үздік 7 мейрамханасына келдік. Ең қызығы қазір ерекше тағамдардың бірі фиш-бармақтың дәмін татып көретін боламыз. Я, Әділ? Да, давай пойдем поскорее, не терпится попробовать. Кеттік. Өзіңмен бөлек жазым дастан, мен соққан үйде өзіңнен бөлек, елестете алмаймын жаным басқаны. Білесің бе? Изначально я боялся, что будет очень сильный рыбный запах, а я не сильно такое люблю, но чувствуется больше именно пикантность, очень вкусный запах. Лимонный сок очень прям дополняет. Сосын мынау балықты жеген кезде кәдімгідей ауызда еріп кетеді екен. Байқадың ба? Да. Өте жеңіл. Мне срочно нужен рецепт этого, чтобы можно было готовить дома. Жалпы фиш-бармақ Каспий теңізден алынған қызыл балықтан жасалған екен. Ерекше тағамдардың бірі. Бұл бешбармақтың жеңіл түрі екен, және де Маңғыстау облысы мен Атырау облысында қатты танымал. Вы знали, что вкус блюда можно определить по тарелке? Ты свой доедать будешь? Менікін де жеп қойшы. О, с удовольствием. Көп қараның ішіндегі әппағым, сүйем бір өзіңді басты кейіпкердек тәптағы, қалмайды сезімдерің сенің тапталып. Итак, на часах сейчас чуть больше 7 утра. Вчера мы познакомились поближе с городом Ахтау. Но сегодня у нас совершенно другая история. Мы сегодня отправляемся туда, где заканчиваются привычные дороги и начинается настоящий Мангостау. Погода. Достар, біздің бірінші аялдамамыз теңіз порты. Қараңыздаршы, не деген сұлулық, сөзбен жеткізуге мүмкін емес. Тіпті экраннан да жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да сіздерге толық нұсқасын көрсете кетейін. Әділ, саған қалай? Классно! Вы спросите меня, что мы здесь вообще делаем, что это за место? Дело в том, что это поселок Баутино, и данный порт самый первый порт в Казахстане, еще основанный до СССР. Я тебе даже больше скажу, прямо на этих землях проходили сотни кочевников, которые проводили, что? Шелк. Шелковый путь проходил прямо здесь. Так, ну сейчас мы видим, что здесь работа кипит, поэтому не будем им мешать. Пожелаем удачи. Спасибо большое, что работаете. Білесіздер ме, достар, негізінде жаңа ғана осы жаққа келе жатқан кезде Әділға біздің көліктегі ағамыз осы ақпараттарды айтып берген болатын. Сондықтан да сіздер оны ақылды деп ойлап қалмаңыздар. Ол да дәл мен сияқты осы ақпараттарды қазір осы сәтте біліп отыр. Тамшалы тарихи мәдени қорық, бұл жерге туристер өте көп келеді екен. Сол себепті міндетті түрде келіңіздер, көріңіздер. Осы жердің табиғатын тамашалап, ауа райымен демалып, осындай әдемі көріністен күш қуат аласыздар. Забавно то, как выглядит это место. Это буквально оазис посреди степи, которая создает жизнь вокруг этого места. Прямо позади нас находится сердце Тамшало. Это место силы. Оно является главным ориентиром для кочевников, а также местом отдыха, ну и, разумеется, источником пресной воды.
Және де Тамшалы айналасындағы басқа жерлерден қатты ерекшеленеді екен. Мысалға, айналасы құрғақ дала болса, ал шатқалы ішінде салқындық, таза ауа, әдемі табиғат, өте сұлу көрініс. Және де қандай дыбыс естіліп тұр? Әділ, айтшы маған. Это журчание воды, капель воды. Судың, я, тұщы судың дыбысы естіліп тұр, я. Яғни сіздер осында келіп, дәл қазіргі сәтті бізбен бірге сезініңіздер. Осы контраст, осы орынды Батыс Қазақстан үшін ерекше еткен. Самое невероятное в местном ландшафте – это, разумеется, его форма, такая дугообразная. Но еще больше цепляет именно то, что сейчас надо мной, словно крыша. Она будто защищает от погодных осадков, от ветров. Действительно, место отдыха, перевала. Вот посмотрите туда. А? Представьте, на этом месте десятки, сотни кочевников, которые решили устроить привал, набрать воды, отдохнуть и пойти дальше. Ну что ж, мы приехали на нашу следующую точку. Место называется Жығылған. В переводе означает упавшая земля, обвалившаяся местность. Мы специально не гуглили, ничего не смотрели в интернете, не смотрели картинки. Хотим, чтобы наши эмоции были максимально настоящими и живыми. Потому что следующую картину нам советовали именно посмотреть вживую, максимально вам показать. Да, и не спойлерить себе, самое главное, да? Ну что, ты готов увидеть это? Я дәл соны бірге, көрермендермен бірге тамашалайық. Кеттік. Погнали! Я не знаю, что нас там ждет, но я надеюсь на то, что... Мә, саған! Подожди, а он такой... Офигеть! Не деген биіктік, я? Офигеть, он большой! Он 15 миллион жыл бұрын теңіз шегінгенде, бұл жердің таяз бөлігінде ежелгі жылқылар мен қылыш тісті жолбарыстар жүрген. Олар тығызлаймен жүреді. Сосын су кетіп, жер кеуіп, ол тасқа айналады. Ал қазіргі таңда жығылғаннан сол жойылып кеткен жануарлардың іздерін табуға болады. Ануара, смотри! Я, кажется, нашел аммонит настоящий. Мә, саған, қайдан тауып алдың? Да вон там, чуть подальше. Қараңыздаршы, достар. Я предполагаю, ему где-то 100-150 миллионов лет, представляешь? Мә, Әділ, осы жығылған қалай пайда болған деп ойлайсың? О, ну, причина появления провала, я уверен, что тектоническая. Предполагаю, что в далеком прошлом произошел какой-то мощный, колоссальный толчок, который заставил более твердую верхнюю плиту, как панцирь, вытолкнуть своим весом более мягкий нижний слой. И в сторону Каспия он его отодвинул. Либо, я также читал немножечко в интернете, что под землей были пустоты из известняка, такой песок белый. И со временем он просто потолок обрушился. Ал деректерінің бірінде былай айтылған, табиғи апаттардың нәтижесінде құрлықтың бір бөлігі теңізге қарай опырылып түскен. Бірақ та ешқандай нақты деректер жоқ. Ел аузынан тараған болжамдар мен аңыздар бар. Да, действительно, великолепный вид. И по плану мы должны спуститься вниз и показать вам все эти доисторические следы. Но так как Жығылған оказался по-настоящему огромным поднебесным музеем, я советую вам выделять как можно больше времени, если вы хотите сами все это увидеть. Ну а мы с командой отправляемся дальше, чтобы показать вам еще больше красивых мест в этом регионе. Біз қазір Сұлтан Үпі мешітіндеміз. Бұл Маңғыстаудағы ең қасиетті мешіттердің бірі. Бұл жерге көбінесе адамдар қонып қалады екен. Кәдімгідей өмірде қиналып жүрген, өз-өзін таба алмай жүрген адамдар жүректерін тынышталдыру үшін осында келіп, кәдімгідей мешіттің ең соңында бір қара бөлме бар, соның ішіне барып жатады. Жатқан кезде басына әртүрлі ойлар түседі. Яғни адамдық қасиетін қайтарады.
Бүгін біз Бозжыра бүкіл Маңғыстау облысының інжу маржаны жол тарттық. Бірақ жол жөнекей сіздерге керемет орынды көрсету үшін Қарақия ойпатына тоқтады. Ойлап көріңіздерші, Қарақия ойпаты Қазақстандағы ең төмен нүкте және де Азиядағы ең терең ойпат болып саналады. А ты знал, что многие, кто побывал здесь, говорят, что Карагие – одно из самых паранормальных зон в Казахстане? Якобы туристы, которые решили переночевать в местных окрестностях, видели НЛО. Насчет НЛО я не знаю, но вот что точно может быть, так это древние сокровища. Дело в том, что по этим тропам проходил шелковый путь, и какие-то клады могли и остаться. Есть еще одна версия. Раньше эта земля была дном Каспийского моря, на тот момент полноводного. И сокровища принадлежат путешественникам, чьи корабли затонули. Итак, мы уже подъезжаем к городу Жанаозен, и наш пейзаж потихоньку меняется. Вместо бескрайней степи мы наблюдаем вот такие нефтяные качалки. Позади меня находится знаменитая качалка по добыче нефти, и то, что мы видим на поверхности, это лишь малая часть всей системы. На самом деле, принцип ее работы довольно понятен. Мотор вращает механизм, механизм качает верхнюю штангу вверх-вниз, а если работает штанга, то работает и насос, который находится в несколько километрах под землей. Там и находится основное зарождение, которое качает здесь уже около 60 лет. Мы на Кызылкум! Сейчас мы находимся в одном из самых сюрреалистичных мест области Мангыстау. Это урочище Кызылкум. Его еще также называют тирамису за счет того, что он как будто выглядит из слоев десерта. Красный, белый, розовый идут одна над другой, а сверху как будто шоколадная присыпка. Дело в том, что это место было раньше дном древнего океана. И каждый слой – это счетчик в миллионы лет. Если быть точным, то древнейший возраст здешних пород может доходить до 850 миллионов лет. А слои – это результат осадков из мела, известняка, железа и древних останков. Бұл жерге келген сәттен-ақ табиғаттың өз қолымен салған суретіне тап болғандай әсер аласыз. Және де басқа планетада жүргендей өзіңізді сезінесіз. Сонымен қатар осы жерді аралау кезінде табиғаттың ерекше қабаттарын жақыннан көріп, миллиондаған жыл бұрын қалыптасқан геологиялық тарихқа куә бола аласыз. Мәссаған, не деген сұлулық, ғажайып атмосфера. Да, это точно. Біз мұнда болғанымызға және де осындай сұлулықты сіздерге көрсеткенімізге қатты қуаныштымыз. А вы до сих пор не подписаны. Как так? Кто же еще будет вместе с нами наблюдать такие прекрасные красоты Казахстана, которые мы планируем и дальше посещать и транслировать специально для вас? Қазақ қазақты қолдамағанда кім қолдайды? Айтыңыздаршы. Поэтому подписывайтесь, следите за нашим контентом и оставайтесь вместе с нами. Ары қарай бұдан да қызықты болады. Әрине. Вот мы и добрались до жемчужины Мангыстау! А то и всего Казахстана! Кейін бұл жер көтеріле бастады да, жел мен су әсерінен баяу мүжіліп, артынан осындай ерекше пішіндер қалыптасты. Қазір мұнда теңіз тіршілігінің іздерін көруге болады. Ұлылардың қабықтары, акула тістері, тасқа айналған балдырлар және де ежелгі теңіз кірпілерінің қаңқалары. Если переводить Бозжыра на русский язык, то это означает «серый овраг». А само урочище является элементом западной окраины гигантского плато Устюрт, который простирается на территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. И ее площадь занимает 3000 квадратных километров. Хотя самые красивые виды умещаются в 40 квадратных километров. Да, вот и подходит к концу наше небольшое путешествие. Что скажешь? Я бір күннің ішінде қаншама эмоция, шыны керек басында қобалжыдым, қорықтым, бірақ та осындай табиғаттың сұлулығын өз көзіммен көріп, үлкен бір күш-қуат жинаған сияқтымын. Да, я тоже чувствую перезагрузку и ощущение, будто я заново родился. Ал құрметті көрермендер, осыншама сұлулықты түсіріп көрсетсек те, бірақ та сіздер міндетті түрде осында келіп, өз көздеріңізбен көрулеріңіз қажет. Все верно, через камеру все не передать, поэтому, ребята, путешествуйте. Приезжайте в Мангыстаускую область, ну а мы идем покорять следующие вершины.
Біз сіздермен қоштаспаймыз. Мы говорим до скорых встреч. Сіздермен бірге болған Казак Квест.